Балалар, бүгін біз сендермен дүкенге келдік. Дүкен дегеніміз не? Дүкенге барасыңдар ма сендер? Күнделікті сендер аналармен, әкелермен дүкенге барамыз. Ал дүкенге барғанда сендер өздеріне не аласыңдар? Өздеріне керекті заттарды аласыңдар, Ал балалар, бүгін біз сендермен жай дүкен емес, бүгін біз сендермен адалдық дүкеніне келдік. Қараңдаршы, мына дүкенде неше түрлі нәрселер бар, балалар? Ал адалдық дегеніміз не? Адалдық деген ол неме деген сөз? Ол шыншыл болу, адал болу. Мысалы, дүкенге барғанда бір зат алған кезде, мысалы, мен мына ойыншықты алған кезде, балалар, біз аламыз, одан кейін біз не береміз? Дүкеншіге не береміз? Ақша береміз, балалар? Ақшаны береміз, одан кейін бұл затты аламыз екен. Ал бүгінгі біздің өтетін тақырып бойынша бізде адалдық дүкені. Бұл дүкенде сендер өздеріне керек затты аласыңдар, одан кейін ақшаны өз еркілерімен бұл кассаға салып кетесіңдер, балалар. Жақсы ма? Қазір сондай ойын ойнайық па біз сендермен? Дүкеннен өзімізге керек затты аламыз, одан кейін оның ақшасы, балалар, өзіміз кассаға салып кетеміз, жарай ма? Барғанда бізде, мысалы, бізде азық-түліктер болады, мысалы, азық-түліктерді қараңдаршы, өте көп екен бізде, азық-түлік. Бірақ та сол азық-түліктің ішінде, балалар, зиянды және зиянсыз бізге пайдалы заттар да бар, тағамдар да бар. Мысалы, балалар, бұл не? Чипсы дейміз. Чипсы, балалар, сендерге пайдалы ма? Әлде зиянды ма? Зиянды, балалар. Чипсіді көп жеуге болмайды екен, Ал бізде тағы да, қараңдаршы, мынау не? Жемістер мен көкөністер, балалар, Жемістер мен көкөністер. Мысалы, мынау құлпынай. Құлпынай бізде қандай, балалар? Дұрыс. Мысалы, бізде мынау апельсин. Апельсин бізге өте дәруменге бар, өте жақсы бізге жеміс болып келеді, Мысалы, мынау бізде немене? Кирешке деп аталады, Бұл да, балалар, бізде зиян, Мысалы, мынау бізде газдалған сусын. Бұл да, балалар, біздің ағзамызға зиян. Оның орнына, балалар, біз айран, сүт және де құрт жеу керекпіз, Дүкенге барған кезде де өзімізге пайдалы, зиянсыз тағамдарды алу керекпіз, балалар. Өте жақсы.